Сәлем балақай, сенімен бірге Салтанат апай және де бүгін математика пәнінің екінші сабағы. Саған мынандай жұмбақ жасырғым келіп тұр. Қалтаңның түбінде сұлдыр етеді. Адамдарға мәңгілік адал қызмет етеді. Бұл не деп ойлайсың? Қалтаның түбінде не болады? Сұлдырлайтын? Әрине, монеталар болады. Дұрыс айтасың. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы монеталар деп аталады. Ал әрқашан сабағымызда нейрогимнастика жаттығуларын орындап, миымызды жақсылап тұрып оятып аламыз деп айтқан болатынмын. Иә? Тамаша. Онда кешегі солдат және күшті деген нейрогимнастиканың жаттығуын кішкене сәл күрделендірейік. Ол қалай? Сендер кеше бір мезетте тек қана қолдарыңды ауыстырыңдар. Ал енді осыған шапалақ қосайық. Ал, кәнекей, тамаша. Ақырындап менің артымнан кем дегенде 10 рет қайталай ғой. Бұл біздің миымызды жақсылап жұмыс істеуіне, кез келген ақпаратты тез рет қабылдап өзіне сіңіріп алуға көмектеседі. Ал енді сенде мысалы 100 теңге бар делік. Сен сол 100 теңгеге не сатып ала аласың? Мысалы, қалам сатып ала аласың. 100 теңге тұратын қалам алу үшін сен 100 теңгенің толық сомасын бересің ба? Немесе саған қайтаратын ақша болады ма? Әрине толық бересің. Себебі 100 теңгелік қаламды алу үшін сен 100 теңге төлейсің. Ал енді екінші жағдай. Мысалы, сен 20 теңгелік дәптер алғың келді. Сен 100 теңге берген кезде дүкенші саған неше теңге қайтарады? Дұрыс айтасың, 80 теңге қайтарады. Оны қалай шығардың? 100-ден 20 теңгені, яғни дәптердің құнын азайттың. Тамаша, дұрыс айтасың. Ал енді кітабымыздың 80-ші бетін аша ғой. 80-ші бетінде бірінші әмияндағы монеталар деген тапсырмада екі әмиянды салыстыратын боламыз. Келістік па? Салыстыру үшін біз әрқашан артық, кем және тең деген белгілерді қолданатынымызды сен білесің. Ал кәнекей, бірінші 5 теңге және 10 теңге тұр. Салыстыра ғой. 5 теңге 10 теңгеден қандай? Кем, дұрыс айтасың. Келесі, екінші әмиянда 10 теңгеден екеу бар екен. Яғни ол жерде қанша теңге? 20 теңге. Ал екінші әмиянда бүтін 20 теңге тұр. Бүтін 20 деген монета. Екеуі бір-біріне тең. Яғни 20 теңге мен 20 теңге бір-біріне тең. Ал енді үшіншісін өзің шығара ғой. Бірінші әмиянда 1 теңгелік 5 монета тұр. Ал екінші әмиянда 2 теңгелік 5 монета тұр. Ал кәнекей, ойлана ғой. Сонда есептеп қарасақ, бірінші әмиянда 5 теңге, ал екінші әмиянда 10 теңге. 5 теңге 10 теңгеге қарағанда кем. Дұрыс па? Сен де тура мен сияқты шығарды деген үміттемін. Тамаша. Ял енді осының астындағы тапсырмаға қарайық. Тапсырмада құны 10 теңге болатын бір монета, құны 1 теңге болатын 10 монетаға тең. Сен осымен келісесің ба? Әрине келісесің. Себебі, мысалы 1 теңгеден 10 тал монета болса, ол 10 теңге болады. Яғни, бұл тұжырымымыз дұрыс деген сөз. Әрі қарай кеттік. Енді қанша монета екенін тауып көре ғой.
10 теңге алу үшін 2 теңгелік неше монета қажет? Кәнеке ойлан. Дұрыс айтасың, біз бірінші тапсырмада 2 теңгеден 5 монетаны алсақ, 10 теңге болатыны білдік. Ал енді келесі екінші тапсырма. 20 теңге алу үшін 10 теңгелік монетаны нешеу керек? Әрине екеу. 10 теңге, 10 теңге. Сонда бізде 20 теңге болады. Келесі 20 теңге алу үшін 5 теңгелік монетада нешеу қажет? 5-ке 5-ті қоссам 10, 10-ға тағы да 5-ті қоссам 15, 15-ке тағы 5-ті қоссам 20. Яғни сен 5 теңгелік 4 монетаны қолдану арқылы 20 теңгені шығардың. Тамаша. Ал енді біз дәптермен жұмысқа көшеміз. Дәптеріңдегі 77-ші бетті аша қой. Бұл тапсырманы орындау үшін саған жай қарандаш керек. Монеталардың құнын, мына оң жақта тұрған монетаның жазумен жазылған құнын бірге қосу керек. Мысалы, бірінші суретте 2 теңге тұр. Осы 2 теңгені 2 теңге деген жазумен түзу сызықпен қоса қой. Ал кәнеке видеоны стопқа қойып, 1 минуттың ішінде осы тапсырманы орындап шыға қой. Тамаша. Бұл тапсырма сен үшін оңай болды деп ойлаймын. Ал енді келесі екінші тапсырмаға көшейік. Ол дәптеріміздің келесі 78-ші бетінде орналасқан. Ал кәнеке саусағыңды қойып, тапсырмасын менімен бірге оқы. Суретте берілген монеталарды салыстыр дейді. Ал кәнеке енді бұл тапсырма үшін сен өзің орындауың керек. Келістік па? Және осы орындап болғаннан кейін видеоны қайтадан қоста менімен бірге тексеріп ал. Ал кәнеке тексерейік. Бірінші салыстыру ол тең болды. Яғни 5 теңге мен 5 теңге тең. Дәл солай ма? Тамаша. Келесі. Екіншісінде 2 теңгеліктен екеу тұр. Яғни ол 4 теңге болады. 4 теңге 5 теңгеден кем. Үшіншісінде 10 теңгелік екеу. Яғни ол 20 теңге. Оң жағында да 20 теңге тұр. Екеу бір-біріне тең. Және төртінші тапсырма. Ол 20 теңгеден екеу. Ол қанша болады? 40 теңге болады. 10 теңгеден үшеу. Яғни ол 30 теңге болады. 40 теңге 30 теңгеге қарағанда артық белгісін қоя қой. Тамаша, керемет. Ал енді тағы да мынандай миға шабуыл жасайын. Кәнеке тез-тез ойланбай маған айта қой. Монеталардың ішіндегі құны ең төмен монета қандай? 1 теңге. Дұрыс айтасың. Ал енді монеталардың ішінде құны ең үлкені қандай? Мен оны кеше бірінші сабақта саған айтқан болатынмын. Ең монеталардың ішінде құны үлкен, ол осы жақында ғана шыққан 200 теңге. Я? Тамаша, керемет. Ал енді мен саған үйге тапсырма беремін. Ол тапсырма кітаптағы 81-ші бетте орындап көр деген тапсырма. Және де дәптеріміздегі 78-ші беттегі монеталардың суретін сал деген тапсырма. Осы тапсырманы мен саған ауызша түсіндіре кетейін. Бірінші мына заңдылыққа сүйену керексің. Кәнеке, жақсылап қарашы. Тігінен және көлденеңінен 5, 10, 20 деген 3 монета берілген. Сол тігінен де көлденеңінден де екеу кездеспеу керек. Кәнеке, осыны жақсылап тұрып, орындап, маған суретке түсіріп, аты жөніңді жазып, чатқа жібер. Келістік па? Тамаша, керемет. Ал енді біздің екінші сабағымыз аяқталды. Саған жарайсың демекпін.
ертең 3-ші сабақта сені асыға күтемін. Сау бола ғой.